Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Шашын осылай жақсылап жуып, сулап, ең астындағы артық шаштарды қайшымен не болмаса машинкамен алып тастау керек. Себебі бұл шаш қайырылып, жоғарыдағы шашты ертең дұрыс көрсетпей тұрады. Осылай астық шаштарын алып болғаннан кейін бір қатардағы шашты теп-тегіс етіп қиып шығасыздар. Екі шетін түзілеп қарап алыңыздар, тексеріп отырыңыздар. Тарақпен тарап-тарап видеодағыдай қиып отырамыз шашты. Қалған шаштарды өзіңізге қарап, тартып қиып отырасыздар. Сосын орай жақтағы шашты осылай жанынан қаратып қиып шығамыз. Орай жақтағы шашты тым қысқа етіп қиып тастамайсыздар, себебі орайдағы шаш көтеріліп және астына қарап былай түсіп тұруы керек. Егер орайдағы шашты қиып тастайтын болсаңыздар, көп алып тастайтын болсаңыздар, ол тікірейіп еркектердің шаштары сияқты болып қалады. Сол себептен де майыстырып қолды шаштарды қиып шығамыз. Тарап-тарап бір тексеріп отырыңыздар. Құлақтың алдындағы шашты да қиятын уақыт болды. Осылай жіңішке жұқа етіп, ең төменгі этаптан бастап қиып отырасыздар. Алдын және артқы жақтарын қыстырғышпен қыстырып қойыңыздар, сіздерге кедергі жасамас үшін. Тарақты қалай ұстап тұрғаныңызда қараңыздар. Тым қысқа қылып алып тастамайсыздар, себебі құлақты жартылай ашу керек. Клиенттің қалауы бойынша әрине. Егер жартылай аш десе, осылай ұстап қиясыздар. Егер полный ашу керек болатын болса, онда әрине жұқа етіп қиып отырамыз. Құлақтың айналасын қайшымен шығу керек ол кезде. Ал мына видеода шашты жартылай ашады құлақты. Сонымен келесі қатардан да 1-1 сантиметрден түсіріп, астындағы қиылған шашқа тегістеп қиясыздар, туралап қиясыздар. Астындағы шаш қандай ұзындықта қиылған, соны қарап алыңыздар. Сосын жоғарыдағы түсірілген шашты соған туралап қиясыздар. Алдында, артында. Қайта тарап
қиып отырыңыздар, тексеріп отырып қию керек. Қалып кеткен шаштар болмау тиіс. Құлақтың алды ойылып қиылуы тиіс. Жоғарғы жақтан да бір қадамнан түсіріп, осылай қиып отырасыздар. Астында қиылған шашқа туралап қию керек. Шашты міндетті түрде сулап қиыңыздар. Сулап жуылып қиылған шаш әдемі қалауыңыз бойынша шығады. Клиенттің көңілінен де шығады. Келесі құлақ жағында дәл алдыңғыдай қиылғандай қиып аласыздар. Қайшыны қалай ұстап тұрғанын, тарақты қалай ұстап тұрғанын аса назар аударыңыздар және де солай қиыңыздар. Сонда ғана әдемі шығады. Көп мастерлер осы короткий стрижканы қиюдан қиналады, себебі осы құлақтың алдын қалай қию керектігін білмейді. Міне өзіңізге қарап тартып қиясыздар. Қайта тарап отырыңыздар, себебі құлақтың арасында, құлақтың артында тұрып қалған шаштар болады. Сол шаштардың барлығын бірдей етіп қиып шығу керек. Міне құлақтың артындағы шашты өзіңізге қарап қиясыздар және де астындағы қалып кеткен шаштарын тегістеп, екі жағын бірдей етіп қиып, тегістеп қиып отырасыздар. Келесі қатардан да 1 сантиметрден түсіріп қиып отырамыз. Астындағы қиылған шашқа туралау керек. Жоғарыдағы шашты орай жаққа қарап тартып қиясыздар. Тым қысқа қылып тастамайсыздар, себебі еркектердің шашы емес, бұл әйел адамның шашы. Ұзындау қылып қиясыздар. Әрине клиенттен сұрап алу керек, қандай ұзындықта екенін. Сосын ортасын қиып болғаннан кейін екі шеттегі шашты қиып аласыздар. Бұрыш болып шығып тұрған шаштарды алып тастау керек, себебі ортамен екі жандағы шаш бірдей болып шығу керек. Маңдайды қидыңыздар, енді екі жандағы самай шаштарды, ортасындағы анау қалып кеткен бұрыш болып шығып тұрған шаштарды алып тастау керек. Қайта тексеріп отырыңыздар. Сосын шашты жұқартып, клиенттің қалауы бойынша кептіріп береміз. Алдыңғы челкасында қиятын кезде мұқият қараңыздар. Клиенттің қалауы бойынша тіке болса тіке етіп қиямыз, қиғаш болса қиғашы етіп қиямыз. Назарларыңызға көп рахмет. Видеоға лайк басып, бізді қолдап отырыңыздар. Видеомен бөлісіп, каналымызға көрермендер шақырып, бір-бірлеріңізбен ақпаратпен бөлісіп отырыңыздар. Келесі видеолар өте қызықты болмақ. Біз оны монтаждап жатырмыз. Әлі талай қызықты видеолар болады.
каналымызға жазылып, видеоларымызбен бөлісе отырыңыздар. Шаштарыңызды үйреніп алсаңыздар да болады біздің видеоларымызды көріп. Мына қайшыны қалай ұстап тұрғанымызға аса назар аударыңыздар. Осылай қолды айналдырып қия білгенде дұрыс. Құлақтың алды мен кекілдің арасындағы шашты осылай қиып аламыз. Овальный болып түсу керек. Клиенттің шашы мына жерде тіке челка болды алдында. Сол тіке челкамен құлақтың алдындағы шашты тегістеп қиямыз. Енді жұқарту керек болып тұр. Егер шаштың жұқа болатын болса, тек шаштың ұшын ғана жұқарып шығамыз.
Шашты қиып болғаннан кейін жақсылап фенмен және брашинг тарақтың жіңішкесімен айналдырып осылай укладка жасап береміз. Назарларыңызға көп рахмет. Каналымызға жазыла отырыңыздар, видеолармен бөлісулеріңізді қалдырыңыздар. Алда өте қызықты видеолар болады, макияж, прическа. Рахмет, сау болыңыздар.